Ассаламу алейкум қазақ елі. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының бірлікте болайық деген үндеуіне байланысты Жаннатул Фирдаус қайырымдылық қоғамдық қоры өзінің әрқашанда халықпен бірге екендігін көрсетіп, Қазақстанның барлық өңірлерінде мұқтаж отбасыларға азық-түліктей көмек көрсетілді. Соның ішінде бір Алматының өзі бір жылда 2021 жылда 800 отбасыға азық-түліктей көмек көрсетілді. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты елдің тыныштығы үшін, ынтымағы үшін құрбандығымызды шалдық. Құрбандық шалған өңірлердің барлығында мұқтаж отбасыларға жеткізілді. Қазіргі еліміздің басында қиындық түскенде Жаннатул Фирдауси қайырымдылық қоры қайырымдылық шараларын өткізіп жатыр. Біздің қор мұқтаждың мұңымен бөлісіп, көп балалы, жалғыз басты отбасыларға азық-түлікпен жәрдем беріліп жатыр. Сіздердің Алла разы үшін беріп жатқан әрбір садақаларыңызды, шалған құрбандықтарыңызды Алла Тағала қабыл етсін. Алла жолында жұмсалған әрбір садақамыз бізді ізгілікке жетелейді. Қайғыны бөліссең азаяды, қуанышты бөліссең көбейеді демекші, Жаннатул Фирдаус қайырымдылық қоғамдық қоры жақсылықта да, қайғыда да сіздермен бірге ағайын.